Рамазанның оразасы бұл әрбір балиғатқа толған ер мен әйелге парыз. Рамазанның оразасы бұл жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, қиямет күні бір жәннаттың қақпасы ашылады, ол Райян деген дейді. Сол жәннатқа ораза ұстағандар қайда деген кезде өздері атып шығады дейді жағалар. Адамдар ше ораза ұстағандар. Солар ғана кірсін, есік жабылсын деп айтады дейді ғой. Ораза ұстағандардың бәрі кіреді, Райянның есігі жабылады, одан басқа адам кірмейді дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, иә, адам кім қайсы бір мұсылман Алланың жолында бір күн ораза ұстаса, Алла оның 170 жылға тозақтың отынан алыстатады дейді. Бір күн. Сіз 30 күн Рамазанда ораза ұстайсыз. 721. Қанша жыл болады сонда? 2100 жыл. 2100 жыл Алла пендесінің жүзін тозақтан алыстатады деген сөз, ол өзінің рахымына қарай жақындатады деген сөз. Бұл Рамазан парыз. Адамның мойнынан түспейді.